Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге өте дәмді әрі пайдалы кешкі ас дайындаймын. Ол үшін бізге ет, бұл жерде менде қой еті, қандай ет болса да маңызды емес, және көкөністер керек. Міне томат ретінде қатырылған қызанақты пайдаландым. Картоп, сәбіз, шалғам, яғни редька, пияз және қырыққабат қажет. Ал осы көкөністеріміздің барлығын біз сұйық майда, менде шедевр майы, міндетті түрде осы майды қолданамын. Осы майда барлығын қуырып аламыз. Және қуыру үшін, өздеріңіз білесіздер, тағамға дәмі шығу үшін етімізді, барлық көкөністерімізді турап аламыз. Мен бұл жерде жаңа атап өттім қой еті деп. Мен жалпы тағамдарға қой және жылқы етін пайдаланамын. Ылғи да қазақта сөз бар, қой еті қорғасын, ал сиыр еті адамның бойындағы 40 жылдық ауруын қоздырады дейді. Сондықтан мейлінше тағамға қой етін, жылқы етін пайдаланған дұрыс. Және біз жылқы етінен бөлек құс етін, балықты да күнделікті тағамға пайдалануды ұмытып кетпеуіміз қажет. Бұның барлығы біздің ағзамызға витаминдер алып келеді. Етімізді турап болғаннан кейін бөлек доскаға осылай көкөністерімізді тураймыз. Жалпы балалардың көпшілігі осы көкөністерді жеуден бас тартып жатады, тағамның ішінен теріп алып, бөлек ыдысқа сал деп бізде әрине балаларды жегізуге тырысамыз, бірақ олай болмаса сәбізімізді майда етіп, арасында жүргенін білінбейтіндей етіп, біз темір теркадан өткізіп те қуыра беруге болады. Ол керісінше тағамға одан да тәтті дәм беріп тұрады. Сәбізімізден етіміз турап болғаннан кейін табаға майымызды құйып, міндетті түрде қажетті мөлшерде құйыңыз. Мен үлкен порция дайындағандықтан майды көбірек құйдым. Етімізді қуырып біраз, одан кейін сәбізімізді саламыз. Міне қарасаңыздар, өте жақсы қуырылып жатыр. Отты қатты немесе жай отқа емес, орташа отта қуырамыз. Бұл қуырылып болғанша біз пиязымызды тураймыз. Әрине пиязды турау да өз еркіңізде. Оны ұсақтап та, немесе осылай мен сияқты соломка етіп турасаңыз болады. Пиязымызды бір шетке ысырып қойып, шалғамды тураймыз. Айтпақшы, сізде шалғам болмаса, шалғамның орнына болгар бұрышын немесе басқа да көкөністі пайдалансаңыз болады. Ал болгар бұрышын қосқан кезде, оны бұл уақытта емес, тағам пісер кезде, пісерге 10-15 минут қалғанда үлкендеу етіп қосып жіберсеңіз болады. Барлығын турап болғаннан кейін, осылай қазанымызды бір араластырып алып, жаңағы турап келген пиязымыз бен шалғамымызды саламыз. Бұларды да міндетті түрде біраз уақыт қуырыңыз. Мен жалпы көкөністерді өте қатты қуырғанды ұнатпаймын. Сондықтан барынша дәмі шығатындай қуырдым. Және осы жерде мен қызанақты салып жібердім. Ал сізде томат болса, міндетті түрде томатты пайдалансаңыз болады. Мен томатты дайындамай, осындай жазғы уақытта қызанақтарды тоңазытқышта мұздатып алдым. Осыдан кейін біз картопымызды турап аламыз. Жалпы тағамға бұлардан бөлек аскөкті пайдалану өте әдемі күшті дәм береді. Оны да мұздатқышта сақтап алдым мен. Ол бітіп қалды, бірақ осы тағамға қоссаңыз, сіздің қолыңызда болса, осы тағамға қоссаңыз, өте керемет дәм береді. Жалпы біз кешкі асқа не дайындасам екен, немесе түскі асқа не дайындасам екен деп бір таңертең тұра салып, сонымен бас қатырып жатамыз. Осы кезде сізге осы таптырмас идея. Картоптарымызды турап болғаннан кейін біз, міне осылай ұсақтап турап алдым барлығын. Турап болғаннан кейін 40 қабатымызды тураймыз.
қырыққабатты қатты тым ұсақтаудың керегі жоқ. Егер біз қатты ұсақтап жіберсек, олар қуырылғаннан кейін, піскеннен кейін тамақтың ішінде бар жоғы білінбей кетеді. Ал білініп үлкендеу болып тұрсын десеңіз, осылай мен сияқты көлемде, орташа көлемде турап алыңыз. Егер сіз қырыққабатын ұнатпасаңыз, бұдан мөлшерін аз қылсаңыз болады. Міне мен барлығын турап алдым. Және қуырып аламыз. Біраз қуырып болғаннан кейін картобымызды саламыз. Картопты мен көптеу қылдым, өйткені мен қызым картопты жақсы көреді. Бәрін қуырып болғаннан кейін қажетті мөлшерде су құямыз. Бұл жерде судың нақты бір мөлшері жоқ. Бастысы біздің барлық көкөністеріміз суға батып тұруы керек, және су содан сәл асып тұрғаны дұрыс. Себебі бұл қайнау уақытында біраз су мөлшерін жоғалтады. Осыдан кейін қажетті мөлшерде тұз салдым және бір ас қасық ұн салдым. Ұн не үшін қажет деген ой болады. Ұн біздің сорпамыз бір қоюланып, тартылып тұрады. Ал біздің сорпамыз піскенше мен гарнир ретінде гречканы дайындап қойдым. Міне біздің сорпамыз қайнады, гречкамыз пісті. Бар жоғы 40 минуттың ішінде бізге өте дәмді пайдалы ас дайын болды. Ас болсын.